Ол періште емес, бұл соғыстың болуына ол жол бермеу керек еді. Бұл соғысты тоқтатамын деп уәдесінде тұрмаған Трамптың Зеленский туралы сөзі. Риторика өзгеріп жатыр ма, әлде ақш-тың жаңа билігі Ресей жағынан шықты ма? Талқылап көрейік. Трамп Fox News арнасына берген сұхбатында кенеттен кінәнің бір бөлігін Зеленскийге жаба сөйледі. Оның сөзінше, соғыстың алдын алу үшін Зеленский әрекет етуі керек болған. Ол Украина басшысы өзінен әскери күші қуатты елмен қарулы қарсылық білдіру жолын таңдаған. Алайда бұл сөзінен кейін ақш президенті Украинаны батыс көмегін қолдана білді деп мақтады. Ал осыдан кейін Трамп Украинадағы соғысты тоқтатудың бір амалын ойлап таптым деді. Бұл мұнай бағасын төмендету. Трамптың пікірінше, Ресейді мұнай сатудан түсетін табысынан айырса, соғысты қаржыландыру мүмкіндігі дереу азаяды. Бұл идеямен Киевте келісіп отыр. Зеленский бейбітшілік пен қауіпсіздікке жету үшін мұнай негізгі фактор болып отыр дейді. Ал Украина әкімшілігі басшысы Андрей Ермак мұнай бағасы барреліне $30 дейін түсетініне үміт білдірді. Бұл Ресейдің соғысты қаржыландыру мүмкіндігін күйретеді дейді Ермак. Алайда бұған Кремль сенбейді. Путиннің баспасөз хатшысы Песков ресейлік экономика санкциямен сәтті күресіп жатыр. Ал елдің әскери де әлеуметтік шығынға да қаржысы жетеді дейді. Әзірше осылай. Маңызды әрі өзекті жаңалықтар әшкере деп аталатын Telegram арнада сілтеме профилде жазылып қойыңыз.